22-24 сәуір күндері еліміздің бас қаласы Астанада өңірлік экологиялық саммит өтеді. Біздің Global Nature Initiatives қоры еліміздің табиғатын қайтаруға, сақтауға арналған. Дрондармен бақылау арқылы тіпті жердің қуаңшылығын анықтауға болады дейді. Абай облысында өздеріңіз белгілі орман өрті болған, сол орман өртін қалыптастыру бойынша жобаны бастап кеттік. Орман инспекторларын Оңтүстік Кореяға тәжірибе алмасуға барады деп жоспарлап отырмыз. Оңтүстік Кореядан биыл мамандар келеді. Зерттеулерге сүйенсек, 20 ғасырдан кейін еліміздің аумағында амур жолбарыстары жоғалып кеткен. Соңғы рет 1948 жылы көрген екен. Нидерланды мемлекетінен екі жолбарысты алып келді. Сол кезде де құжаттарға қол қойылған болатын. Оның әкелуі де өте қызықты тарихи негізі сәт болды.